Всем салам алейкими, мои родные, шапутные, цветовые, тепловые, копченые, удовлетворенные, в микроволновках печеные. Всем блондинкам и брюнеткам, киндер-сюрпризам и конфеткам, всем акулам, дельфинам, лавеласам и креветкам. Әңгіме базар, анау-мынау, мант-лагман, самса-палау. Салам всем мобилографиядағы студентам, сегодня будет много контента. Всем новичкам и постоянным резидентам, моим аристократам и интеллигентам. Добро пожаловать на Mobile 5, который был в Дубае снятый, чтобы после этого курса у всех был уровень 80-й. Всем салам алейкими. Бәріңізге ассалаумағалейкум, қадірменді менің көрермендерім, біздің жаңа видеоға қош келдіңіз. Бірақ бұл сабақ емес, бұл мобилографияға тіпті мүлдем қатысы жоқ сабақ. Былайша айтқанда өмірлік сабақ десем де болады. Неліктен екенін білмеймін, бірақ сіздермен осы жерде бір история туралы жай бөліскім келді. Маған өте көп келетін хаттардың бірі, білесіз ба, сіздің курстарыңызды жаңа адамдар, левый адамдар дейді ғой, алып пиратский версиямен сататындар көп екен. Білесіз ба, қыран осындай болып жатыр деп. Тіпті оны бұл сабақ, негізінен видео сол кісілерге арналады. Сол кісілер, сіздер көріп отырсаңыздар, міндетті түрде бұл сабақты соңына дейін қарап шығыңыз. Қысқасы, мен қызғанбаймын, мен білімнен қызғанбаймын. Жай ғана бұл біздің еңбегіміз, біздің еңбегіміздің бірнеше адамның түні бойы ұйықтамаған еңбегі, біреудің опыты, менің видео саласындағы 8 жылдық тәжірибем, және мен сіздерді соны бір ұсынып отырмын. Мінекей, алыңыздар. Ең қолжетімді бағада. Бірақ оны да пиратский версиямен тұрып алып жатқан кісілер де бар екен. Тағы да ренжімеймін, жай ғана былай елестетіп көріңіздер. Өмір деген бір волна болса, сол волнаның үстінде мен потокта келе жатқан адаммын, және серфинг досканың үстінде, толқындардың үстінде келе жатырмын. Әр толқын менің бір жетістігім, жеңісім. Бір жердегі бір жұмысымның жарық көруі, бір керемет кісімен танысуым, керемет компаниялармен жұмыс істеуім, оның барлығы бір осындай өмірлік потокта келе жатыр. Ал сол потокта қалу үшін менің жасайтын бірнеше өзімнің жеке бір методикаларым бар. Сол арқылы постоянно мен потокта қалам. Қызықсады. Мен ол кісілерден неге қызғанбаймын? Өйткені ол бәрібір де, яғни біреудің еңбегі ғой, біздің еңбегімізді жеп келген білім, ол ертең точно өмірге де пайдасын аспайтынына, және одан ертең бір клиент келіп ақша табу ештеңеге жарамай, жай ғана тұратынына мен сенімдімін. Бұның барысында өте көп менде бір кейстер бар. Соның бір қысқаша ғана бір кішкентай кейс айтып берейін. Маған келетін ақша нормальный ақша. В принципе, мен жұмыс істеп жақсы ақша табамын. Дубайда, осы жақын арада Дубайда болған бір қызық историямды айтып беремін. Өтініш, өз арамызда, сізбен біздің жай ғана арамызда қалсын. Біз бір молда жүрдік, ішім қатты пісіп кеткеннен кейін бір дүкенге кірдім да, осының басқа бір спортивка түрі бар, басқа бір спортивканы көрдім. Көріп қарасам, бағасы 40 000 теңге екен, қасында соған ұқсайтын бір спортивка тұр, бағасы 10 000 теңге екен. Не істедім, естественно, барында екеуінің, просто ішім пысқаннан, ол просто по приколу. Не то, что мен төлей алмаймын емес, оның 15-20-сында төлей алатын жағдайым болып тұр. Просто, блин, в голову ударило. Негізі ешкімнің еңбегін жемейтін, ешкімнің ала жібін аттамауға тырысатын адамын. Бірақ сонда да просто андай прикол болсыншы деп барында, екеуінің ішім пысқаны, екеуінің этикеткасын ауыстырып, 40 000 теңге тұратын спортивканы бар, 10 000 теңгеге сатып алып кеттім. Мәзбін, там 30 000 теңге не істедім деп. Оказывается, Құдай маған, өмір маған, одан да үлкен бір ырыздық деген зат бар ғой, бізге келе жатқан бір ырыздық бар да. Оказывается, Құдай маған одан да бір үлкен келе жатқан ырыздық бар еді да, бар болып тұрған екен. Соны мен ойладым да, шыққаннан кейін, блин, по сути менің жасаған ұрлық қой дедім, мен ұрлық жасадым ғой деп өз-өзімді қатты кінәладым. Кінәлап тұрдым да, жарайды болды енді. Құдайдан кешірім сұрадым, енді ұрлайын деген емес, по фану жасап едім де. Сөйтіп бір қайырымдылық қорына ақша аударып жібердім, жаңағы разницасын аударып жібердім, типа осылай болсын. Енді менен ол енді 2-3 есе болып шығып кетеді ғой, дұрыс па? Енді шықпайтын шығар деген оймен. Оказывается, маған басқа бір ырыздық келе жатқан екен, басқа бір кісілердің және ортасында бір-біріне там қаншадан $1500 ма, $2000 бір кроссовкалар, киімдер бір-біріне сыйлап жатқан кезде мен сол моментте ол жерде болмай қалдым.
понимаете, өмірдің потоктан шығып қалдым да, осы жаңағы мен ұрлаған сәттен бастап мен потоктан шығып қалдым, и маған ар жақта келе жатқан точно есімде төрт адам бір-біріне 2000 ба $1500 бір сыйлықтар алып берген бір дүкеннен, Дубайда ең қымбат бір дүкеннен. Мен сол жерде болғанда мен по-любому маған да оны сыйлайтын еді, бірақ мен ол жерде болмай қалдым, и скорее всего болмай қалдым, жаңағы заттан мен потоктан шығып қалдым, ырыздығымнан кетіп қалдым да. Дәл сол сияқты сіздер егерде мысалы біздің немізді сабағымызды ұрлап мошенничествомен сататын болсаңыздар, сондай затпен айналысатын болсаңыздар, мен 100% 200% сенімдімін, одан менің ештеңем кетпейді. Яғни мен маған өмір Құдай потокта болғаным үшін ғана маған 2 есе 3 есе бәрібір бір жерден болмаса бір жерден айналып келеді, ал сізден бәрібір бір жерден болмаса да басқа жерден шығып кетеді. Бумеранг системасы өте қатты жұмыс істейді. Сол үшін әрқашан потокта болыңыздар, және өзімнің жаңағыдай өмірлік жеңіс толқындарында жүру үшін не істейтінімді айтып берейін, қызық заттар. Мен ішпеймін, көбірек садақа беруге тырысам, яғни садақа деген жақсылық жасауға тырысам көбірек. Анау садақа беріп кедей болып кетті деген адамды әлі көрген жоқпын. Үшіншісі, барынша өзімен шынайы болуға тырысам. Сондықтан да жаңағы көп кісілер мысалы айтады, қыран біз клиент қалай табамыз, біздер клиенттермен клиент келмей жатыр деген моменттер болған кезде, менде де мысалы клиенттер жоқ болып, ақшадан қысылған кезде мен ойлаймын, так, мен потоктан шығып қалдым. Потоктан енді қайтадан кіру үшін мен не істеу керекпін? Бізде көп сотрудниктар бар ғой, солардың біреуінің зарплатасын бермей қалуы мүмкін. Сондай бір моменттерді қарап шығамын да, қазір и соны жасаймын, и ол моментально қайтадан келеді. Сол үшін де құрметті біздің студенттер, әрқашан потокта болыңыздар, әрқашан бұл клиент табу несіне алып келе жатырмын ғой. Қай жақтан қалай сіздерді, қандай ырызды, қандай үлкен клиенттер күтіп тұрған білмейсіз. Әр жұмысыңызды, әр нені ешкімді біз алдамай тиянақты жасайтын болсақ, қандай кезде де болса да өмірлік жеңістер, жаңағыдай жеңіс толқындары көп болады. Енді келесі сабақта кездескенше просто бір кішігірім енді ойым болды, ойыммен сіздермен бөліскім келіп жүреді. Осы бөлісейінші дедім. Рахмет, келесі сабақта кездескенше.